Ертеде Мұқыр ауылында асыл тұқымды қаракөл қой заводы жұмыс жасады. Онда асыл тұқымды қаракөл қойды өсірумен айналысты. Ол заводта ауылымыздың көптеген адамдары жұмыс жасады. Бірі қой бақса, келесі адамдар шөп шауып, қойларға су тасыды. Әрбір қойдың денсаулығына мұқият қадағаланып қаралып отырды. Әрбір ауыл тұрғыны тегін үймен қамтамасыз етіліп, өмір сүруге барлық жағдай жасалды. Қойды қырқып, жүнін, елтірісін, етін мемлекетке өткізді. Қаракөл қойдың жүні өте биязы болды. Жүннен көптеген бұйымдар жасады. Қаракөл қойдың елтірісі өте қымбат бағаланды. Елтіріден киімдер де тігілді. Қойды бағып, еңбегі жанып, ел азаматтары орден медалдармен марапатталды. Барлық ел бақытты өмір сүрді. Бір күндері болғанда заман бұзылып, завод жұмысын тоқтатты. Асыл тұқымды қаракөл қойдың тұқымы жойылып кетті. Осы ертегінің басты кейіпкері Қошқар болашағынан үміт күтеді. Осы ауылымыздың бір азаматы, не сендердің бірің осы асыл тұқымды қаракөл қойды қайтадан қолға алып дамытады деп ойлайды.